Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сәлем, қыздареки, ұлдареки. Всем қайырлы күн, қайырлы кеш, кім қай уақытта көріп жатыр дегенде ғой. Барлықтарыңызды аток патолог осы үшінші сабаққа жеткендеріңізбен біріншіден шын жүректен құттықтайды. Өздеріңізге бір шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Себебі айтайын, осы үшінші сабаққа жалпы жеткендер өте аз. Реально айтам, өте аз. Дәл солай жетістікке жететін адамдардың да саны әрқашан аз болады. Ал таңдау әрқашан өзіңде сол жетістікке жеткендердің қатарында боласың ба? Немесе сол қалпында қалған, ешқандай өзгерісті қаламайтын, дамуға желаниясы жоқ, өмірде бір айтарлықтай жетістікке жетпеген адамдардың қатарында боласың ба? Ол әрқашан өзіңнің қолыңда, өзіңнің таңдауыңда. Осыны ұмытпа. Бүгін біз марафонның үшінші әрі соңғы, к сожалению, сабағын өтетін боламыз. Жалпы бұдан бөлек біздің платформада 77 сабақ бар. Общий 80, сіздер үшеуін көріп қойдыңыздар, қалған 77-сі бар. Енді примерно өздеріңіз расчеттай берсеңіздер болады. Бұға дейін қалған уақытпенен және де осы сабақтарды қанша уақытта қарап өтесіздер. Примерно түсінікті ғой енді. 20, 25, 30 минуттық сабақтар. Сіз ұбытға дейін күнделікті қанша сабақтан қарай аласыз, басқа математикада, басқа да пәндеріңізді есепке ала отырып, сіз физиканы қанша уақытта бітіресіз? 3 ай, 4 ай, күнде 2 сабақтан қарайсыз ба, әлде аптасына 2 сабақтан қарайсыз ба? Енді өзіңіздің ыңғайыңызға қарай есептеп, санап көріңіздер, және де соған қарай ойланыңыздар. Ары қарай бізбен бірге жалғастырсаңыздар, осы қалған сабақтарға сіздерге доступ сақталып берілетін болады. Ал оны қалай тиімді алуға болады, мен осы сабақтың соңында айтатын боламын. Ал кеттік ал. Жалпы марафонның біз үшінші сабағында не өтеміз? Ой, ең кайфовый, өзім қатты жақсы көретін изопроцестер. Графиктер мен өзім нереально қатты жақсы көрем. Бұны үйреткенде де мен реально жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем. Оны бүгінгі сабақтан түсінесіздер. Макроскопиялық параметрлердің біреуі тұрақты болғанда қалған екеуінің арасында жүретін процесті айтады. Жалпы изо деген сөздің өзі констант деген мағынаны білдіреді, яғни тұрақтылық деген сөзді білдіреді. Тұрақты процесс, яғни тұрақты түрде жүретін процесс. Макроскопиялық дегеніміз ол қандай параметрлер? Жалпы макроскопиялық немесе термодинамикалық параметрлердің қатары үшке бөлінеді. Біріншісі қысым, яғни P, екіншісі көлем, яғни V, үшіншісі температура. Нақтырақ айтсақ, абсолют температура. Яғни осы үш зат макроскопиялық, яғни заттың газ күйіндегі бір қасиетін сипаттайтын үш шаманы біз айтады екенбіз. Яғни макро денелер. Макро деген үлкен, ауқымды деген нәрсені білдіреді. Ауқымды жерді қамти алатын шамалар осы үшеуі екенін түсінікті. Жазып аламыз. Не қарап отырсың? Жаз. Тыңдап отыра бермей, жазып отыр. Есіме сақтап отырмын деп ертең ұбытта осыдан қателесесің. Жизнь – это такая штучка, что сенің мән бермеген затыңнан өмірде, экзаменде сұрақтар келеді. Сен мән бермеген, закон подлости дейді ғой, өмірдің заңдылығы сондай. Сен мән бермеген, сен ұнатпайтын, сен жек көретін, сен қаламайтын заттар алдыңнан жиі кездеседі. Так что жазып жаттап ал. Оңай ғой. Менделеев Клапейрон идеал газдың күйін сипаттайтын теңдеулердің бірі әрі бірегейі, бұл Менделеев Клапейронның теңдеуі. PV тең нью RT. Бұл теңдеудің жалпы негізгі целі осы макро денелердің тұрақтылығын сипаттау. Жалпы бұларды қазір мен көрсетемін. Қалай бұл үшеуі қатынас, яғни осы үшеуінің қатынасы қаншалықты маңызды екенін мен сіздерге көрсететін боламын. Жалпы мына теңдеуден не көріп, не түсінеміз? Бұның бесеуі де бізге уже таныс элементтер. P деген ол бізде қысым, нақтырақ айтсақ паскаль, V ол бізде көлем, яғни метр куб, нью ол бізде зат мөлшері, яғни моль, R деген 8-де 31 деген тұрақты шама, оның өлшем бірлігі енді сәл-пәл
нефтем улау енді, келвин көбейтілген моль деген бір ұзақтау өлшем бірлік бұныкі, и т деген ол бізде келвин екен. Жалпы мінекей қыздар жігіттер, осы жерден қазір біз күшті бір связкаларды ойлап табатын боламыз. Бұл жерде мысалы мына екеуін қысқартып, мынаны қысқартып, джоуль мына екеуін көбейтілсе екендігін түсінуге болады. Енді ПВ деген ол жалпы жұмыстың, термодинамикалық жұмыстың формуласы. Енді бұл жайында кейінірек. Давайте формула түрлендіру тематикасын мен сіздерге көрсетейін. Жалпы формуланы қалай түрлендіреді негізінде, прям топовый формулалар қалай шығады. Жалпы физикада мен айтар емес, основа ретінде бір 80-90 форманы алуға болады. Базовый 80-90 формула бар. Сол формулаларды түрлендіріп мың қылуға болады да. Қазір солардың бірін көретін боласыздар. Жалпы біз осы молекулярка деген тақырып, осы бір тарауды бастағалы, жылу физикасын бастағалы үйренген формулаларымыз қандай? Мысалы біз үйренген формулалардың бірі P тең nkt. P тең nkt. Өте жақсы. N дегеніміз не? N дегеніміз ол концентрация. Оның формасы N бөлінген V. Жақсы, давайте екеуін связка жасап көрейік. Связь етіп көрейік екеуін. Не болады бізде? P тең N бөлінген V kt. Жақсы. Бұны былайғы көбейтеммен PV тең болады nkt. Көрдіңіздер ма? Уже понятно, что PV и T-ның бір-біріне қатысты екендігі. Енді К деген тұрақты шама, N деген ол просто саны, ол да практически тұрақты болады. Значит, PV T, яғни пропорция былайша айтқанда не істеп тұр? Анықталып тұр. Яғни бізде PV и T астына қарай өтеді, бөлінген T деген нәрсенің өзі жалпы констант бола алатындығын көрсетіп түсіндіреді екен. Яғни осы үш шаманың бір-бірімен арасындағы байланысы. Кеттік, let's go. Жалғастырамыз ары қарай. Энді ашайық енді өшені. Энді ашайын мен. Давайте. Кеттік. Дальше бойша ұрайық. Жалпы бізде энді қалай ашуға болады? Бұл жерден ашылатын заттардың бірі осы жерде n-ның өзі основа ретінде ашылады. Энді ашу үшін мен зат мөлшерінің формасын қолданамын. Ол n бөлінген na. Зат мөлшеріне тең деген осындай формула бар. Өте жақсы білеміз, бұл форманы. Осы n-ді жіктесем, мен не болады? Нью менен na көбейтіледі. Осындай форма пайда болады бізде. Жақсы, әдемі келатыр. Давайте енді осыны апарып не істейміз? Қойайық. Давайте қойайық. Так. PV тең нью na көбейтілген kt. Қызық нәрсені байқап тұрсыздар ма? PV тең нью na менен k-ны көбейтсе, жалпы біз ұмыт қалған жоқпыз ғой, не беретін бұл екеуі? Жалпы жерде na менен k-ны көбейтетін болсақ, na деген ол бізде 6,02, k деген 1,38. Дәрежелер анауынкі. K-ныкі минус 23, na-ныкі плюс 23. Көбейтіндісі нені беретін? Көбейтіндісі, конечно, бізге бұл екеуін көбейтіндісі r-ді беретін. И көбейтілген Т деген сөз. Яғни, Менделеев Клапейрон теңдеуі мінеке осы жерден пайда болып отыр. PV тең нью rt. Кайф па? Кайф. Жалпы осылай біз неше түрлі формулаларды түрлендіре алуымыз керек. Ол үшін, конечно, физиканың формулаларын білу керек, основа ретінде саналатын формулаларды білуіміз керек. И, конечно, жіктелу қасиетін, жіктелудің түрлерін, заңдылықтарын білуіміз керек. Кеттік, әрмен қарай жалғастырайық. Енді бізде келесі нәрсе изопроцестер. Жалпы мынау айтқан, мынау үш затты қазір жеке не істейміз? Жойып отырамыз. P-ны жоямыз, V-ті, мысалға T-ны жоямыз қазір, PV деген сияқты. Осындай қағидаларды қазір көретін боламыз. Қай кезде не жойылатындығын. Ал кеттік. Бірінші изотермиядан бастайық. Изотерма. Бойл, мариот. Изотерма, бойл, мариот. Екі ғалым, ағылшын, мариот, француз. Жалпы мынау заңдылықты, изотерманы біз ішіндегі ең ерекшесі деп айтамын мен. Не үшін? Как көресіздер? Жалпы бұлар жаттау мүлде қиын емес. Өте оңай. Изотерма, өз айтып тұр. Терма, яғни температура,
изотерма, изо тұрақты, температура тұрақты болатын қағида. Значит, т тең конст болады деген сөз. Ал енді формуланы еске түсірейік, пв бөлінген т. Егер бұл жерде температура тұрақты болса, значит не істейді деген сөз? Значит бізде п менен в өзгереді деген сөз. Ал екеуінің өзгерісі әрқашанда тұрақты болады деген қағиданы жазады екенбіз. Яғни п да өзгере алады, в да өзгере алады. Сонда P1, V1 тең P2, V2 деген формула туындайды екен. Яғни пропорция, қатынасы. Жалпы бұны біз айтамыз, что изотермияның қатынасы, немесе бойылма ариоттың теңдеуі деп айтамыз осыны. P1, V1 тең P2, V2. Енді графиктері, өте қызық жері ол графиктері. Қараңыздар, мына жерде P, мына жерде T. Табудың өте оңай жолы. Изотермияның графигін тап десе, просто осы T-ның рядында жатқан нелерді, стрелкаларды аласыздар и все. Міне, T-дан шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Немесе T-ға кіріп жатыр. И все. Былайынан тұрса, значит, ол уже P-ға қатысты деген сөз. Қазір P тұрақты болатын процесс, осы соныкі болады. Ал қазір именно T-дан шығып тұр, значит, ол изотерма деген сөз. Мысалға, былай да кеп қалуы мүмкін, T-ны қояды нәрге, яқымса V-ны қояды. И стрелка былай қояды, и былай қояды мысалға. Изотермияны тап дейді саған. Өте оңай. Изотермияны осы жағдайдан тап десе, міне T-ны тауып аласыздар, и T-дан мінеге шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Бұны қалай түсінеміз? Ол былай деген сөз. Мысалы, Т1 деген температура қаншаға тең? Мысалы, там 10 кельвинге тең дейік. И мынау сызықты қараңыздар енді. Сызық бойында 10 кельвин өзгеріп жатыр ма? Жоқ, өзгеріп жатқан жоқ. Бұл жерде қысым өзгеріп жатыр. Ал қысым өзгеруі это норма, P1, P2. Яғни мына жерде там P1 болса, ол мына жерде P2 болады. Но сол қысым өзгеру барысында и бұл жерде көлем де өзгеріп жатыр. Көлем өзгеру барысында не істемеу керек? Температура өзгермеу керек. Бұған мен мысал ретінде всегда нені айтамын? Әуені айтамын. Ұшақ кезінде айтамын. Ұшақ кезінде, жалпы ұшақ кезінде бір бос баклажка ұстап кірсеңіздер, бір бос баклажка ұстап кірсеңіздер, бір бос баклажка ұстап, немесе ішінде су бар болса да маңызды емес, бос баклажка ұстап самолетқа міндіңіздер. Сіз мінген кезде даладағы температура мысалға 10 градус болуы мүмкін да. Ал сіз әуеге ұшқан кезде әуедегі температура уже минус 50 градус болады. Өте суық болады. Көрдіңіздер ма? Не істеп жатыр? Температура өзгеріп жатыр. Бірақ қысым өзгеріп жатыр ма? Жоқ. Атмосфералық қысым өзгеріп жатқан жоқ. Атмосфералық қысым ол бізде тұрақты. Оның 5 дәрежесі, мен жазып қоя салайын. Оның 5 дәрежесі паскаль. Жаттап атмосфералық қысым оның 5 дәрежесіне тең, немесе 100 килопаскаль деп айтады екенбіз. Яғни температура өзгеріп жатыр, қысым өзгермейді. Ал көлем өзгеріп жатыр ма енді? Көлем де өзгеріп жатыр. Баклажканың көлемі өзгереді, қараңыздар. Мына баклажка бар ғой, басында целый баклажка болып тұрады, и әуеге ұшқан кезде баклажканы көрсеңдер, не істеп қалады? Осы баклажка былайынан мыжылып қалады. Мыжылып қалады. Көлемі кішірейіп қалады анан. Значит, ол не деген сөз, қыздар, жігіттер? Көлем өзгерді. Көлем өзгерді, температура өзгерді, қысым тұрақты болып қалды. Бұл изотерма емес екен ғой, бұл изобара екен ғой. Ладно, изобарада осы мысалды есептей саламыз. Температура бұл жерде тұрақты емес екен, окей. Болып тұрады бұндай нәрсе. Бұл изобара екен ғой. Бұл жерде қысым тұрақты екен, қысым тұрақты екен, қысым тұрақты жағдай. Температура тұрақты жағдайға қазір бір мысал айтатын болам. Но в целом бұл жерде ғалымның аты Бойл Мариот. Осы жерде мен главный ключ тұмып кетіп тұрмын, қараңыздар. Былай деп айтады. Изобара, изотермия емес. Қараңыздар. Мынандай бір жағдай бар. Алдында айтып едім ғой, білейін. Қайда жүрсең де физиканың заңдылығын қарап жүресің ғой. Көбісі біле бермейтін құбылыстардың бірі мысалы. Көбісі мән бере бермейді. Баклажка не үшін мыжылды деген сияқты да. Мыжылу керек деген сияқты. Самолетқа мінсеңдер, өзі баклажка ұстап келген адамдардың баклажка қысылып атады өзі. Ал енді давайте. Бұл жерде ғалымның да атын білу өте маңызды. Сіздерге айтады. Бойл Мариотта не тұрақты болады деп айтады. Көрдің ба? Бойл Мариотта не тұрақты болады дейді. И сен білу керексің, жаттауға өте оңай. Соңы 2 т мен аяқталады. Значит, т констант деген сөз. Осылайда жаттап алуға болады екен. Мына графигін қарайық енді. Қараңыздар, осы жерде енді өте бір маңызды момент жатыр, қыздар, жігіттер. Ол қандай момент? Изотермияда мынандай садақ болып тұрмайды ешқашан. Жақсы, ешқашан бұндай болып тұрмайды. Изотермияда мінекей сызбамыз осылай сәл изогнутый дей ма? Осындай сызба болып шығады. Бұл изотермияның графигі. Яғни мына жерде П тұр, мына жақта В тұр. Яғни сен не былай істей алмайсың ғой бұл жерде, дұрыс па?
өйткені былай істесең п-дан шығады, былай істесең в-дан шығады, болмайды. И сен не істейсің? Амал жоқ, мінекей осылайынан сызасың. И бұл жерде мысалы т1 деген мынау ряд қой. И ең қызығы т1 мына жері болсын, иә, мысалға там мына жер болсын, там мына жер болсын. Не істейді екен? Температура ешқашан өзгермейді екен. Дәлелдеп берейін. Мысалға, давайте, например, бізде мына жерді алайық. Мына жерде бізде көлем кішкене үлкенірек болып тұр, там 10 метр куб дейік. Просто ойдан алынған цифра. И мына жерді алып қарайық, мысалға, мінеке осының рядында жатқан. Бұл жер уже кішкентай болып тұр, көрдіңіздер ме? Там бұл жер 2 паскаль деп айта салайық. 2 килопаскаль ғой, енді көбірек болады. Мына 10 метр куб, мына 2 паскаль. Температура деген не еді? Температура деген мына екеуінің былай көбейтін түсетін, заңдылық түрінде. Мінекей. Енді екеуін көбейтейік. 2 көбейту 10 не болады бізде? 20 болады. Пропорциясы 20 болып тұр. Ал енді давайте мына жерді алып көрейік енді. Мінекей. Бұл жерді алып көрсек, мінекей. Мына жер мысалға там уже нәр қысым сәл көбірек, бүйір уже 2 емес, бұл жер мысалға там қанша болуы мүмкін? Бұл жер там 5 болуы мүмкін, 5 паскаль болуы мүмкін. Ал мына жерді алып қарайық, бұл жер қанша болуы мүмкін? Бұл жер бізде 4 болуы мүмкін. 4 метр куб болуы мүмкін. 5 жерде 4 қанша болады? 5 жерде 4 тоже 20 болады. Яғни мына жерде 20, мына жерде 20. Мына жерді алып қарасаң, қазір 2 мен 10 деп алып қарауға болады мысалға. То есть 20 өзгермейді. Қыздар жігіттер, мынау рядтың любой нүктесіндегі температура констант, яғни тұрақты болып қалады екен. Өзгермейді екен. Жақсы, түсінікті? Өте маңызды. Өзгермейді, тұрақты болып қалады екен. И в целом мына былай барған сайын не істейді екен? Температурасы өсе береді. Мысалы, наряд полный 20 болуы мүмкін, наряд уже мысалы полностью 40 болуы мүмкін, 60 болуы мүмкін, 100 болуы мүмкін деген сияқты, яғни осылай өзгереді. Ал былай мынаның бойында өзгермейді екен. Түсінікті ғой? Не үшін өзгермейтіндігін түсіндіре алдым ба? Түсіне алдыңыздар ма, қыздар жігіттер? Ал давайте, кеттік, әрмен қарай жалғастырайық. Бұл изотерма екен. Келесі изобара. Мысал айтып қойдық болған енді, понятно. Қысым тұрақты болады, яғни П констант болады. Ғалымы енді бөлек та бұның ше, Гей-Люссак деген ғалым, француз, бір адамның аты мынау жалпы, енді сипаттамасы емес, атының бір түрі. Жақсы. Изобара П деп жаттап алуға болады. Изобара барометр, қысымды өлшейтін аспап, барометр П паскаль. Яғни изопара. Сама собой не тұрақты болады екен? П констант болады екен. Міне көріп тұрсыздар ғой, П и П-дан шығады. Міне астан шықпайды, ол уже В-нікі болып кетеді. Жақсы? Астында П тұрса, мысалға, П тұрса, мына жақта Т тұрса, міне былайынан тұрады. Изобара. Окей? Түсінікті ғой? П-дан шығу керек обязательно. Енді қызықты қараңдар. Енді ғалымды қалай жаттаймыз деген сұрақ болуы мүмкін. Айтады сендерге, Гей-Люссактың сызбасын тап дейді саған. Гей-Люссактың графигін тап дейді. И сен ойланасың, білейін, Гей-Люссак так, Гей-Люссак П меді, В меді деп миың ашып отқан кезде, былай есіңе түсіресің. Енді мынау бізде қысым деп жатыр, Қазақстанда қандай адамдарға қысым көп түседі? Енді осындай адамдарға қысым көбірек түседі бізде. Значит, Гей-Люссак десе, ол қысым көп түсетін адам, и ол қысым П констант деп айтады екенбіз. Осындай мысалдар бар, короче, осылай жаттап аласыңдар, жақсы. Кеттік ал. Графигі енді түсінікті тоже самый, енді неяқта жаңа, біз теңдеуін, основной теңдеуін жаздық мына. Енді осы жері П жоқ болады, П жоқ болса, значит, В мен Т-ның қатынасы қалады деген сөз. Ол бізде В1 бөлінген В2, Т1 бөлінген Т2 деген сөз. Енді графиктер мына бұл жерде ортадан шыға береді, міне былай шыға береді. Бұл былай тұрмайды. Бұл изотермияда ғана. Міне былайынан шыға береді деген. П1 и П2. Мына екеуінің қайсысы үлкен деген сұрақ туындаса, бұл жерде П2 үлкен деп айтасыздар. Не үшін? Потому что көлем үлкейген сайын қысымның азаятындығы бар да. Енді ол түсінікті, мысалға, мен бір бөлмеде отырмын, кішкентай бөлмеде отырмын, көлемі кішкентай, бірақ бұның ішінде не көп? Қысым көп та. Бөлме кішкентай, қысым көп, қысат мен жан жақтан. Қысылып отырмын. А мен далаға шықсам ше, далада көлем нереально үлкен, бірақ қысым аз да жерде. Түсініңіздер ме? Яғни дала көлемі өте үлкен, бірақ қысымы аз.
Ал іште көлем кіші, бірақ қысым үлкен да. Температура тұрақты болуы мүмкін. Изотермиялық процесс осы. Көрдіңіздер ғой, яғни көлем кіші, қысым үлкен болады деген. Мысалға, осы жерден есеп шығаруға болады. Даланың көлемі 1000 метр куб, ал қысымы 5 паскаль. Ал бөлменің ішіндегі көлем 20 метр куб. Сұрақ, бөлменің ішіндегі қысым қанша деген сияқты. Көрдіңіздер ма? Вот, изотермия міне. Изотермиялық процесс осы қыздар. Изотермиялық процесс өйткені бөлменің температурасы мен даланың температурасы бірдей болып тұр дәл қазір. Салқын болып тұр екі жақ. Терезе ашық деген сияқты. Ортақта температура. Жақсы? Яғни түсіндіре алдым ба? Көлем үлкейген сайын ол қағида. Бұл жаттап, миға тоқып алатын өте маңызды қағида, қыздар, жігіттер. Жақсы? Ну, в общем, түсінікті, короче. Окей, Google. Окей, Siri. Вот, осындай болады екен. Блин, шаш тастадық қой, по факту, кеттік ал, соңғысын айта салайын. Изохора. Бұны қалай жаттауға болады? Изохора. Қараңыздар. Изохорада В констант болады. Енді қалай жаттаймыз? Қараңыздар. Изохораның үсті вораға келе ма? Келеді. Изовораға келеді. Яғни бұл В констант деген сөз. Мінеке. В констант. Изовора. В констант. Ғалымның аты Шарль. Француз. Шарль. Атайды тұр француз екен. В констант. Шарль. Теңдеуі өте қатты ұқсайды изобараға. Міне ПВ бөлінген Т, уже бұл жерде көлем жоқ. Көрдіңіздер ме? П мен Т-ның қатынасы деген сөз. Міне П1 бөлу П2, Т1 бөлінген Т2 деген сөз. Жалпы пропорция көрдіңіздер ме? 1 2 1 2. Яғни ровно түссе, бұл бізде не деген сөз? Бұл бізде тура пропорционал деген сөз. Енді ол түсінікті. Температура П-ға да, В-ға да тура пропорционал. Наған да тура пропорционал. Ал енді П менен В бұл біріне тура пропорционал емес. Мысалға Т деп жазсақ, осы жерде мысалы мен Т-ны жіктесем, П-ны жіктесем, не болады? Т бөлінген В болады. Мәнге жүріп кері пропорционал. Бағана теңдеуін былай жаздық қой, біз П1 В1 тең П2 В2 деп жаздық қой. А если мен мынау сияқты жазатын болсам, оны бүйтіп жазам. П1 бөлу П2 тең В2 бөлінген В1 деп жазам. Өйткені былай көбейтсең мынау шығу керек, былай көбейтсең мынау шығу керек. Прикол ма, короче, в общем, физика это. Шарль. Түсінікті бұл жерде, В констант болғандықтан не болу керек? Яғни көлемі тұрақты жерлерде жүреді. Көлем тұрақты. Көлем өзгермейді. Бұған тестта қандай мысалдар келеді? Яркий примерлар келеді. Жабық ыдыс деп келеді. Жақсы? Жабық ыдыс. Жабық ыдыстың ішінде жүреді. Формасы өзгермейтін жабық ыдыстарда жүреді. Түсіндірейін. Мысалға. Чайник, например, чайник. Тоже чайник қайнаған кезде оның ішіндегі қысым менен температура өзгеріп жатыр, бірақ оның көлемі өзгеріп жатқан жоқ. Ол жабық ыдыс. Вот сондай формада жүреді. Мына жерді тоже қарауға болады, мінекей. Бүйтіп салыстыратын болсақ, мына жазып қойған В2 үлкен В1-ден. Яғни П-ға жақын ғой, П үлкен ғой, ода көлем кіші болады. Ал Т-ға ол тура пропорционал ғой. Т көп болса, и көлемі де көп болады деген сөз. Осылай, короче, кеттік. Жалпы осындай, қыздар, жігіттер, изопроцесті шашып тастадық қой, жілтеп тастадық қой, 20 минуттың ішінде. Патолог ба? Патолог қой бұл деген. Кеттік ал, изотермиялық процестер табыңыздар дейді. Мүлде қиын емес, не істейміз? Мына графикке қарайтын болсам, изотерма деген ол мінеки. Т, міне, 7. Мынайға қараймыз. Т тоже астында тұр. Не болады? Мінеки, 4 болады. Мына шық қарай, ПВ дейді, бұл жерде әрине, мына қалайғыла болып кеткен, құдайым. Бұл жерде 2, 3 деген мынада тұрған секілді. Осылай, 2, 4, 7. Бұл изотермиялық процеске келген график, осылай просто так табасыла дегеніздер. Басқа изопроцестерді тоже өздеріңіз тауып көрсеңіздер болады. Мысалға, мына 5 қай изопроцесс? Давайте, 5 секунд уақыт берем. 5 қай изопроцесске жатады. Кеттік. 5 секунд уақыт беремін. 5, 4, 3, 2, 1. 5 изохора. Молодцы. Жақсы. Жалғастырамыз.
Келесі мынандай түрі қорқыныштылау графиктерде бар екен. Идеал газ А күйінен Ф күйіне графикте көрсетілгендей өтіп жатыр. Берілген процестердің ішіндегі изотермиялық процесстер дейді. Изотерма. Қараңдар. Мынау П, мынау В. Значит, мынаулар изотермияға никак болмайды деген. Енді СД деген ше. СД деген мінеге ортадан шығып тұр, иә? Так, давайте мен былай насайын, бір бөлек теума. Міне, былай болып тұр ғой, короче ше. Бұл изотермияға жата ма? Яғни СД деген аралық қой, енді бұл СД деген аралық, бұл изотермияға жатады ма? СД деген график жатпайды. Жатпайды. Кім жатады деп бұны белгілеп қояды, -1 балл деп считаться ете берсіңдер. Болады, өкінішке орай. Себебі СД деген ол ешқандай изопроцеске жатпайды. Ешқандай изопроцеске жатпайды. Дәлдеп берейін ба? Міне, былай жатса ПВ-ның арасында бұл изотермия болар еді. Значит, изотермия бұл жерде көрсетілмеген. Бұл графикте жоқ. Бұндайда болады екен достарлар. Жақсы? Давайте. Не үшін екен түсіндіріп берейін. Мысалға, мынау бізде П, мынау бізде В. Мынау жатқан нәрсе не үшін неліктен кемейді? Изотермияға бұл не үшін кемейді? Не үшін бұл изотермия емес? Давайте, екі нүктесін қарастырайық. Мына нүкте и мына нүктесін қарастырайық. Мына нүктесінде көлем қанша? Мысалы, көлем 4 метр куб болсын. Қысым қанша? Қысым там 5 болсын, екеуін көбейтіндісі ғой, Т деген. 20 келвин деген сөз. Мына жақты қарай қал. Бұл жер қанша? Бұл жер 10 метр куб болсын. Мына бізде там 40 паскаль болсын. Енді көбейтейік екен. Ол не болады? Ол бізде 400 болады. Ал енді 20 мен 400 келеді ма? Бірдей мәнге кеп тұр ма? Жоқ. Бұлар бір-біріне тең емес. Значит, бұл изотермиялық процеске жатпайды деген сөз, достар. Түсінікті? Изотермиялық процеске жатпайды деген сөз. Ал если былайынан вот сызатын болсақ, ол уже таза изотермияға келеді. Бұның кез келген нүктесін көбейтіп қарасаңыздар, не істейді екен? Мінеге былай көбейтсеңіздер, там былай көбейтсеңіздер деген сияқты, былай да былай бірдей температура шығады екен. Жалғастырайық ары қарай. Егер 132 градус Цельсий температурадағы қысым 150 килопаскаль болса, онда жабық ыдыс дейді. Көрдіңіздер ма? Газдың қысымы қанша дейді. Қана, мына есепте изохора деп айтқан ба? Изохоралық процесс деп айтқан ба? Айтпаған. Сен бұның изохора екендігін қайдан білесің? Жабық ыдыс деп айтқан. Жабық ыдыста не болады? Көлем тұрақты болады. Ал енді көлем тұрақты болса, мына ПВ бөлінген Т жағдайында көлем тұрақты болса, значит, мен не істеймін? П1 бөлі Т1 тең П2 бөлінген Т2 деген температураның қысымның теңдеуін құрастырады екенмін. П1-ге мен қоямын 150 кило деген оның 3 дәрежесі. Бөлемін Т1 деген 132, оған 273-ті қосамын. Так, 405 болады. Тең П2 менде ол белгісіз. Т2 минус 3 градус Цельсий. Көрдіңдер ма? Плюс 273 десе, минус мен плюс минусты береді да 270 пайда болады деген сөз. Сонда П2 тең болады. Такс. Мәнеке 150 менен 270-ті не істеймін? Көбейтемін. Сөйтіп 405-ке бөлемін. Ал енді давайте 150-ге 270-ті көбейтсек қанша шығады? Есептеп көрейік. 150 көбейтілген 270 бөлінген 405. Оқты. Ровно 100 деген сан шығады екен. Ровно 100 деген сан шығады екен. И оның штәресі паскаль бар бізде. Яғни 100 килопаскаль. 100 артында 3 нөлі бар. Мінеке осы D деген вариант дұрыс болады екен бізде. Жақсы? Яқа, не үшін қарай берді деп атқан жасына, бір адам біреуге қарап тұр үш терезеге. Неше түрлі адамдар бар, Адам не ярысын дейді. Түсінікті? Өте керемет. Осындай есеп екен. Жақсы? Ал кеттік жалғастырайық.
Оппана. New format test. New format question. Қараңыздар. Question деген жауап берді. Ask and question. Ask сұрақ. Общем сондай. Изопроцестерде өзгеретін шамаларды өзара сәйкестендіріңіздер дейді. Кеттік. Қарайық. Тұрақты температурада констант. Газ көлемі 4 есе артқанда оның қысымы дейді. Көлем 4 есе артса, қысым не істейді? 4 есе кемейді екен. Яғни көлем 4 есе артса, дала үлкейсе, қысым азаяды. Енді түсінікті жағдай. Значит, 4 есе кемейді деген жауаппен сәйкестендіреміз бұны. Так, ол бізде мінекей мынау вариантта тұр. Вот осылай екеуін сәйкестендіреміз. Келесін қарайық. Тұрақты қысымда газ температурасы 2 есе артса дейді мінекей. Онда оның көлемі дейді. Температура 2 есе артса, температура P-ға да V-ға да тура пропорционал деп айтқан болатынбыз. Значит, температура 2 есе артса, көлемі де 2 есе артады деген сөз. Значит, не істейміз? 2 есе артады деген жауапты әкелеміз да, осыған сәйкестендіреді екенбіз. Білейін. Кайф, сәйкестендіру деген, міне қараңдар, осыны өйстіп белгілейсің, сразу 2 балл ғой. Прикинь, плюс 2 балл. Кайф па? Сәйкестендіру сұрақтары, білейін, өте оңай болады. И еще изопроцестерге көп келеді. Так что смело пробный тапсырып, сәйкестендіруде келетін, в целом МКТ-ға келетін, графикке келетін, молекуляркаға келетін, любой сұрақты шашсаңдаршы, короче. Окей? Кеттік. Келесі сұрақ. Тығыздығы 1/2, қысымы 4/42, азоттың температурасы қандай дейді? Азоттың молярлық массасы 28, оның -3, мынау тұрақты шама 8/31 деген сөз екен. Ал давайте, бұл енді Менделеев Клапейронға келіп отқандығын бұлай да түсінуге болады. Бірақ бұл жерде бір ключевой момент бар, қараңыздар. Мынау тығыздық деген нәрсе тұр. Что-то не то. Не істейміз? Қарайық. Бұндай жағдайда PV деп жазамыз и ньюді ашамыз осы жерде. М бөлінген үлкен М деген формуласымен ашам мен именно. Бұда 2 форма бар. N бөлу NA бар. Енді NA жақша іште жоқ. Значит, по-любому қолданыста жоқ. М бөлу үлкен М дегенді ашам мен. Давайте. Осы жерде М деген естейміз, ро көбейтілген В деп жазамыз. Мінекей. Ро көбейтілген В. Мді ро В деп ашамыз. Кеттік. Қысқаратын дүниелер не? В менен В салам алейкум болып кетеді. Сонда не қалады? Қараңыздар. П тең ро М РТ қалады деген сөз. Кайф па? Кайф. Мен оқушыларға всегда айтамын, былай жазып алыңдар, сол кезде оңай болады деймін. Ро РТ деп жазып ал бәрін түсінікті тілде и молярлық масса. Не істейміз? Осы жерден біз Т-ны жіктейміз. Сонда Т тең болады. Жәнде тұрған ро астына кетеді, Р астына кетеді. П үстіне, М үстіне кетеді. Мінекей. Көршілері әрқашан астына кетеді. Көрші. Жәнде не тұр? Бәрін пофиг астына жібересің. Жақсы? Кеттік. П қысым 42 көбейтілген 10-ның 3. Молярлық масса 28 10-ның -3. Бөлінген ро деген ол 1/2 көбейтілген R 8/31. Тең болады. 10-ның 3 пенен 10-ның -3-тің. Салам алейкум қол жерімізді, қалған бәрін калькулятормен есептейміз. Бір лайфхак бар осы жерде. Қараңдар. 42-ге 28 көбейтем. 42 көбейту 28. 1176 шықты. Мен яқы жазып жүрмеймін оны. Мен не істеймін? Осы 1176 дегенді бөлемін, бөлу 1/2. 980 болады деген. Оны мен қайттан бөлемін 980-ге. Ой бай. 980-ді бөлемін 8/31-ге. 118 дегенге кеп тұр, 118-ге кеп тұр. 118 Келвинмен шығады, бұл Келвинмен шығады. То есть мен не істедім? Мына екеуін көбейттім да, мынаған бөлдім, потом мынаған бөлдім. 2 рет қанша астына сан тұр, бәріне бөліп шығасыздар. Көбейтпейсіздер, бөлесіздер. 118 Келвин. Сонда міне В жауабы дұрыс болады, және де 118-де не істейміз? 273-ті азайтамыз. Сол кезде менде мінеке -155 градус Цельсий деген жауап шығады.
кен қыздар жігіттер, түсінікті? Кайф па? Блин, мына форманы еще жаттап алсаңдар, окей? В будущем мына формула керек болып қалады, жаттап алсаңдар болады. Егер қорытып жүрмеймін десеңдер, осы форманы жаттап алыңдар. Кеттік. Жалпы осымен қыздар жігіттер біздің сабақ түсіндіруіміз және де оның талдауы аяқталды. Енді ары қарай керегі сіздерден тек қана осының астындағы тапсырманы орындау. Осымен үшінші әрі соңғы сабағымыз да соңына жетті. Қыздар жігіттер, изопроцесс графиктері толық түсінікті болды деген сенімдемін. Блин, вообще вопрос қалмау керек. Курсқа міндетті түрде тіркеліп, бізбен ары қарай жалғастыр. Бұны не үшін айтып жатырмын? Себебі бұл бізде марафонның соңғы үшінші сабағы. Ары қарай да дайындығымды тоқтатпаймын ағай. Осы темпта жалғастырғым келеді. Қалған әлі 77 сабақты сізден алып, сізден қарап, меңгеріп, физиканы 0-ден полный өтіп тастайыншы деген. 0-ден деген уже сіздерге қызық емес болу керек. Себебі уже сіздер серьезный тақырыпты меңгеріп тастадыңыздар. Так что сіздердің уровеньдарыңыз уже 0 емес. Я вас поздравляю. Уже сіздер 0 емессіздер. Сіздерде уже какой-то база бар, қалыптасты. И сіздер қазір в принципе любой бөлім, любой тараудан сабағын қарап, смело түсініп кететін деңгейдесіздер. Сондай деңгейге шығып кеттіңіздер. Не үшін қосыл деп айтып жатырмын? Себебі біздің курстан жылда рекордтар шығады. Жылда біз міне абсолютный рекорд мына жақта тұр мінекей, рекорд мінекей. Абсолютный рекорд. 50-де 50 балл. Қай курс былай мақтана алады? 50-де 49, 46, 46, 47, 48 де бар түспейған, 45 де бар, 44 де бар, 43, 42, 41, 40 та бар. Жалпы мен әрқашанда өзімнің оқушылардың нәтижесімен мақтанамын. Біз жылда рекордтар қоямыз. Так что біздің курсқа қосылудың, мен айтам, бізде барлық топ, барлық курста куратор бар. Сөз жоқ. Система бар, қадағалау бар, бәрі бар, бірақ мен жоқпын да ол жерде ше. Деп қоясың, короче. Бізде де бар ол система, бәрінде бар ғой. Жалпы Аток Скулда жаңа ағымға предзапись ашылған, тағы бір рет хабарлаймын. Жалпы предзаписке бірнеше оқушы заявка қалдырып, уже жартысы курста сатып алып үлгерді. Бұл предзаписті не үшін толтыру керек? Себебі бізде жаңа ағым, айына бір рет, кейде болады бір симай жатады, сөзі 2 рет ашып жібереміз. Вот, сол ағымдарда оқушылар алдын ала тіркеле алу үшін, алдын ала бір скидкамен, біз басында ашқан кезде жақсы скидка жасаймыз. Сол скидкамен тіркеліп алсын деген мақсатта. Жалпы біздің курс басқа курстармен салыстырғанда намного арзан. Бағасын білгеннен кейін білетіндер өздері ақ уже оны түсінеді. Нәтижесі жоқ курстардың өзі аспандағы бағаны қойып қойғанда, так что бізге сенсеңіздер болады. Предзапись дегеніміз ол Аток ағайдың әрбір жаңа ағым ашылған кезде бірінші болып сол курстан, сол ағымнан өз орныңды алу. Не үшін бірінші болып деп айтамын? Себебі біздің курста средний 30 бала оқиды әр чатта. Ал 30 деген ол, спокойно толып қалады. 30 мың бала бар. Физика таңдап жатқан. Сендердің конкуренттерің 30 мың штук бала. Биыл 40 мың болады деген сыбыстар барды. Так что не істеу керек, дайындықты бастау керек. Предзапись толтыру үшін и 12 мың теңгелік купонды алу үшін, қыздар жігіттер, астында сілтеме, как положено, қойып қойдым. 3-ақ сұрақ қоям. Просто соны толтырып, данныйға промокод жазып қойсаңыздар, болды. Промокод осы 12 мың теңге. Жалпы осымен біздің қыздар жігіттер марафонымыз, осы марафонда берілетін 3 дайын сабағымыз осымен аяғына жетті. Сіздерге шын жүректен бәрін бере алдым деп ойлаймын. МКТ бойынша, молекулярка бойынша ешқандай вопрос қалмады деген сенімдемін. Алла қаласа керемет нәтиже көрсетіп, алдағы уақытта әлі көп деген тесттар тапсырасыздар, ұбт-ға дейін. Сол тесттарда келетін молекулярканың есептерінен енді қателеспейтіндеріңізге мен кәміл сенімдімін. Жалпы қимай қоштасамыз сіздермен. Бауырда басып қалдық. Жалпы әр нәрсенің басы бар, соңы бар. Всем пока, всем удачи. Аток Потолок сендерге тек қана сәттілік тілейді. Осы марафоннан өткен әрбір бала нағыз ұбытта рекордтарды жаңартып, өзінің қалаған университетінде, қалаған, армандаған мамандығында грантта
үкіметтің беретін 70 мың 80 мың стипендиясын ай сайын алып отыруды бұйыртсын деп тілеймін. Аумин.